Ассаламу алейкум. Біздерде кезекті жөндеуге мынандай Nissan автокөлігінің генераторын алып келді. Штекер негізі мынандай табылмайтын болғаннан кейін мынандай переделка қылып жасап, мына жеріне клей құйып тастаған екен. Ол өте жақсы шешім. Енді иесінің айтуы бойынша енді шүткі деп келіп тұр. Шүткіге шағымданып, шүткісі кетіп тұрған сияқты деп ішінде тұрғаннан кейін көре алмадық оны. Енді осыны ашып, ішінен қазір қарап, прозонка жасап, диагностировать ететін боламыз. Генераторды жартылай ашып алдым. Ашып алғанның өзінің мына жерден көрініп тұр мына. Ішінің бәрі өртеніп кеткен, мынаның бәрі. Диодный мостың диодиктерінің бәрі жанып кеткен. Енді бұның релесі аман екен, аман емес екен нақты белгісіз. Бірақ мына жерден көрініп тұр. Шөткелер қысқа мына. Бірақ диод жанып кеткен. Енді амоткасын ештеңесін прозонка жасаған жоғым. Тек жартылай ашып, осындай енді көрініп тұрған нәрсені видеоға түсіріп алып жатырмын, ішінен күйіп кеткенін. Генератордың арт жағын бәрін аштым. Мынаның іштеген өртеніп кеткен екен, мына жерін бәрі жылынып қалды мынау. Мынандай ол жанған мынау. Мынандай екі бөлек шықты. Релесінің өзі екіге бөлініп қалды. Мына релесінің жартысы мында тұр мына. Штекермен несі. Асты мында қалды. Мынау бөлініп қалды мына жақта. Релесі. Мынау бөлек жатыр. Мынау бөлек жатыр. Мынау конденсатор мынау бөлек түсті болды. Прозонкілеп қойдым, обмоткасы жасап тұр, обмотка шығып тұр. Қызбаған екен. Ротор прозонкілеп қойдым, роторда шығып тұр якоры. Ол да жасап тұр. 0,3 Ом көрсетіп тұр. Подшипниктен мынандай шағырылдап тұр. Подшипник ауыстыру керек. Диодный мостпен релесін сборы алу керек бұны. Қалған жинауға болады. Ассаламу алейкум. Мына кешеге жинап жатқан Nissan Tiana автокөлігінің генераторы, подшипнигін, диодный мостын, регуляторын Атыраудан алдырдық, заказбен келді. Сосын подшипнигін салып қойдым, отырғызып, өзінің оригинал подшипнигі. Сосын диодный мостын отырғызып қойдым, болттарын бәрін келтіріп, сосын жерлерін пайкілеп, сықайтып тұрып, мына қиып қойдым олғымен. Мына релесі бәрі енді новый нәрсе. Енді мынаны жинап, стендке салатын боламын. Генераторды толығымен жинап, стендке қосып қойдым. Базын әкеліп қойдым. Мынау возбуждение. Щитокта аккумуляторды сейтім бұл. Где кілтті ашқан кезде жанатын. Енді мына генератор желіп қосып көреміз. Бисмилля. Генератор жақсы жұмыс жасап тұр. Возбуждение светі сөніп, генератор сөндірген кезде свет жанып тұр. Стабильно 14-те 6 зарядка беріп тұр. Бұл бірақ машинаға барған кезде 14 зарядка береді, себебі мазгамен оны реттейді. Екінші винмен. Сонда бұл 14 вольт беретін болады машинаға барған кезде. Генератор жақсы жұмыс жасап тұр.